Өте жұмсақ әрі дәмді сүзбелі булочкалар пісіреміз. Сүзбеге қант және крахмал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Қамырына сүзбеге қант қосамыз. Ванильді қант және өсімдік майын қосып, барлығын араластырамыз. Сүтті қосып, тағы да араластырамыз. Содан соң тұз сеуіп, қопсытқыш қосылған ұнды қосамыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Егер қамыр қолға жабысса, кішкене ұн себуге болады. Қамырды үлкен тік төртбұрыш формасында жаямыз. Шеттері қисық болса, кесіп алып тастаймыз. Содан соң видеодағыдай кішкентай тік төртбұрыштерге кесіп шығамыз. Салмамызды бір шетінен салып, рулет қылып ораймыз. Булочкаларымызды 180 градусқа қыздырылған пешке 30 минутқа саламыз. Булочкаларымыз әдемі болып қызарып піседі. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға қоямыз. Ас болсын. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер осындай дәмді тағамдарды пісіріп үйренгіңіз келсе, менің каналыма жазылыңыз.